Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар Бөлен каналы. Бүгін мен сіздерге әрбір баланың арманы жайлы айтатын боламын. Бұл әңгіме былай басталады. Бірде бастауыш сынып мұғалімі оқушыларға қандай арман тілектері бар болса, сол туралы шығарма жазуға тапсырма береді. Кешке мұғалім сол жұмыстарды тексерген кезде бір шығарма оның назарын өзіне ерекше аудартып қатты мұнайтты. Сол мезетте оның жұбайы келіп, оның жылап отырғанын көреді. «Не болды?» деп сұрады. «Оқы» деп ұсынады бір баланың шығармасын. Онда: «О Тәңірім, бүгін сенен ерекше бір тілегімді орындауыңды сұрап тұрмын. Мені үйде тұратын теледидарға айналдыруыңды қалаймын. Мен оның орнын алғым келеді. Мені үйдегі теледидар сияқты өмір сүріп, отбасыма, айналама жинағым келеді. Теледидарға мұқият қарағандағыдай мен сөйлегенде бөлмей тыңдап, көңілдерін маған аударса екен деймін. Теледидар жұмыс жасамай қалған кезде онымен әуре болады. Дәл сол сияқты маған да назар аударса екен деймін. Әкем жұмыстан шаршап келгенде қасында болғым келеді. Анам мұнайған кезінде де және шаршаған кезінде жалғыз қалмай маған келіп, мұң мен зарын бөліссе екен деймін. Ата-анам кей кездері барлық жұмыстарын тастап, кішкене ғана уақыттарын маған бөлсе екен. О Тәңірім, мен көп сұрамаймын, мен тек қана теледидардың орнын алуды армандаймын» деп жазылған екен. «Сұмдық, бейшара бала», дейді күйеуі мұғалімнің. «Не деген қатыгез ата-ана, масқара ғой мынау». Сол кезде жанары жасқа толған жас мұғалім: «Бұл біздің ұлымыздың шығармасы», деді. Мінеки, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі осы бізде. Егер ұнап жатса, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Міндетті түрде оқитын боламын.